Мен алматылықпын. Алматы шеберден шәкіртке, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан бай мәдени мұрасы бар қала. Мен әркімнің дәстүрге қол ұшын тигізіп, қол өнерді меңгеріп, ата-бабаларымыздың мұрасы, тарихының бір бөлшегіндей сезіне алатын шеберхана аштым. Мұнда біз домбыра мен қобыз жасаймыз. Адамдарға өнер мен дәстүрге деген құрметті үйретеміз. Балалар үшін бұл жай ғана ағашпен жұмыс істеу емес, ол нәзік, есту қабілетін, қолдың дәлдігін және аспаптың жанын түсінуді талап ететін өнерге қол жеткізу. Осылайша балалар тек музыканы ғана емес, оның туылу процесінде біледі. Біз жасаған аспаптар Алматының мектептерінде, мәдениет үйлерінде және ансамбльдерінде ойналады. Осылайша музыка туындайды, ал онымен бірге қолөнер рухы сақталады. Біз дәстүрлерді сақтап, оларды жаңа ұрпаққа табыстаймыз. Ал бұл аспаптардың үні шығып тұрғанша Алматының жаны тірі.